Қайырлы таң, достар. Бүгін 10 апрель. Оразаның қақ ортасына келдік. Рамазан айында тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Тілек демекші, тілек дегеніміз, яғни ол дұға деп айтылады. Дұға дегеніміз тілек. Кәдімгі. Сіздер тілекті қалай тілеп жүрсіздер? Мүмкін біреу білер, біреу білмес. Соларға бөлісе кетейін. Ең бірінші Алланы мақтайсыздар, ұлықтайсыздар. Содан кейін барып біліп білмей жасаған күнәларыңызға кешірім сұрайсыздар. Одан кейін шүкіршілік етесіздер, яғни альхамдулилла. Содан кейін салауат айтасыздар. Содан кейін барып тілегіңізді тілейсіз. Содан кейін барып қайтадан салауат айтасыз. Екі салауаттың ортасында айтылған тілек міндетті түрде қабыл болады, Алла қаласа. Қазір келесі стористе бөлсем қалай екен. Алла тағала өзінен менен бәтеңкенің бауына дейін сұраңдар деп өзінен құлдары сұрағанын жақсы көреді екен жалпы да. Любой Аллах деген өте кең ғой, құдірет қой, құдірет кәдімгідей. Просто сұраудың сіздер ережесін білу керексіздер да. Ойбай маған берш, тек үй берш, мәшін берш, жип берш, тек ойбай баламның денсаулығы жақсы болып кете қойсыншы деп. Олай емес, кәдімгі ережесімен сұрасаңыздар, кәдімгі міндетті түрде орындалады. Ең бірінші Алланы мақтаймыз, яғни Аллаху акбар, Алла ұлы, субханалла, Алла пәк деген сөзді. Яғни, құдіреті шексіз Алла, бүкіл әлемді жараттың өзің, жер мен көктің иесі сенсің, осы аспанды ұстап тұрған сенсің, Аллахым, жердің барлығы саған ғана тиесілі, адамдардың раббысы, жан-жануар өсімдіктердің иесі сенсің, дүния мүліктің барлығының иесі сенсің, Аллахым. Сіз бердіңіз маған, Раббым. Мен сізден біліп білмей жасаған күнәларым үшін кешірім сұраймын. Аллахым, кешіре көрші мені. Менің әке-шешемнің, ата-енемнің біліп білмей жасаған күнәларын кешіре көр. Өзімнің, жолдасымның біліп білмей жасаған күнәларымызды, кейінгі және алдағы күнәларымызды кешіре көр, Аллахым. Раббым, күйеуіме қарсы шыққан күндерім үшін кешіре көр. Ата-анамды ренжітіп, бұлданғаным үшін, тух деп сөйлегенім үшін кешіре көрші, Аллахым. Балаларымды ұрып, ұрысқан, ренжіткен күндерім үшін кешіре көр, Аллахым. Жан-жағымдағы дос-жарандарыма артық ауыз сөз сөйлегенім үшін кешіре көрші, Аллахым. Мен сізден біліп білмей жасаған күнәларым үшін кешірім сұраймын. Жаратушым, жарылқаушым, тәңірім, қолдаушым, қорғаушым, қамқоршым, құдіреті шексіз Аллахым. Мен сізге сансыз шүкіршілік етемін. Осындай жолдасым мен бала-шағаммен кең сарайдай үйде тұрғызғаныңа, осы үйде суды ағып тұрғанына, жылы төсегіміздің барына, балаларымның мектебінің жақындығына, жолдасымның жұмысында табыс көзін кіріп тұрғанына, өзіме де Фаберлик компанияны кезіктіргеніңізге, альхамдулилла, сансыз шүкір. Бүкіл дүния мүліктің уақытында жеткізіп, керек нәрсенің барлығын қиындатпай, оңай, жеңіл, өзің бұйыртып жатырғаныңа сізге сансыз шүкіршілік етем, альхамдулилла. Содан кейін барып, яғни салауат айтасыз. Төртінші салауаттың түрі өте көп. Аллахумма салли алла Мұхаммадин олай алы Мұхаммад. Мұхаммед пайғамбарымызға және оның отбасына салауат болсын. Немесе ең қысқа түрі салаллаху алейхи уассалам. Оған, яғни Мұхаммед пайғамбарға Аллахтың игілігімен сәлемі болсын деген сияқты да. Осылай салауат айтасыз. Содан кейін барып өзіңіздің тілегіңізді тілейсіз. Содан кейін өзіңіздің ойыңыздағы, көкейіңіздегі тілегіңізді тілеп, сосын барып ең соңғы кәдімгі закрывашқа қайтадан салауат айтасыз. Екі салауаттың ортасындағы айтылған тілек қабыл болады дейді.